Сәлем достар, арнамызға қош келдіңіздер. Қымыз 40 ауруға ем. Қымыздың құрамындағы С дәрумені сиыр сүтімен салыстырғанда 10 есе көп. Қымыздың құрамында жыныс гормондарына жақсы әсер ететін ферменттер бар. Бұл әйелдерді бедеуліктен, ерлерді белсіздіктен қорғайды, қуаттандырады. Құрт ауруларының алдын алады. Ауырған адамның қайта қалпына келуіне жақсы ықпал етеді. Саумал қымызды ем ретінде буын ауруларына ішсе тіпті пайдалы. Салданудың алдын алады. Жаңа босанған келіншектің сүтін молайтып, нәрлі етеді. Демек, емізулі балаға да пайдасы орасан. Ашыған қымыз шөлді басып, қан тамырды қордаланған зиянды қалдықтардан тазалайды. Ашығудан кейін қымыз ішу буын ауруларына өте пайдалы. Адам денесінің күш-қуатын арттырады, бүйрек пен бауырды қанықтырады, қан тамырларын тазалайды. Буын аурулары мен сүйектің қақсауын, жүйкенің жұқаруын, бас айналуын, созылмалы сарыауру, ұйқысыздық, ішектегі жара сияқты аурулардың алдын алады, немесе жеңілдетеді. Қымыз адамның физикалық жағдайын оңалтып, тәбетін ашады, ас қорытуды жақсартады. Дәрігерлер қымызды безгек ауруына және жөтелге қарсы ішуге ұсыныс жасайды. Ерлер белсіздігіне қымыз ем. Қымыздың майы атеросклероз ауруына шипалы. Қымыздың құрамындағы қанықпаған май қышқылдары адам денесіндегі жасушаларды жақсартады. Қымыздағы кіші молекулалы пептидтер жасушалардағы нәруыз синтезін күшейтеді. Тамақтың алдында немесе тамақпен бірге аз мөлшерде ішілген қымыз қорыту сөлдерінің бөлінуін айтарлықтай күшейтеді. Қымыз құрамында ағзаға жеңіл сіңетін ақуыздар, пептидтер, амин қышқылдар болғандықтан сусынның бұл түрі сырқат адамның күш-қуатын тез қалпына келтіреді. Қымыз ашығанда пайда болатын сүт қышқылы, спирт, асқазан ішек сөлін қоздырып, астың жақсы қорытылуына, ыдырау өнімдерінің сіңуіне жәрдемдеседі. Бие сүтінде С дәруменінің мол болуынан қымыз туберкулез ауруын емдеуде өте шипалы. Қымыз туберкулезбен ауыратындардың ағзасындағы дәрумендер алмасуының бұзылуын тоқтатады. Қымыз ас қорыту органдарының, жүрек қан тамырларының, жүйке жүйесінің басқа да органдарының қызметін жақсартады. Қымыз ішкенде адам тәбеті ашылады. Оған қымыз құрамындағы сүт қышқылы әсер етеді. Қазіргі медицинада қымызды антибиотиктермен және басқа да дәрі-дәрмектермен байланыстырады. Қымыздың әсері адамның бүкіл ағзасын өзгертеді. Ондағы физиологиялық, биохимиялық үдерістерді күшейтеді. Зат алмасуды қалпына келтіреді. Адам тамағында В1 дәрумені болмаса, ол Бербери ауруына шалдықтырып, мұндай адамның қозғалғыш және сергек сезімі, жүйкелері зақымданады, паралич болып қалады. B12 дәрумені жоқ болса, жілік майында қан құрамы бұзылады, қан аздық пайда болады. Мұнан қымыз ішіп сақтана аласың.